Қарағанды қаласының қоғам белсенділері тәуелсіздік лентасын жасап, оны көпшілікке таныстырды. Идея авторы Нұржан Саршаұлы. Көк байрағымыз түстес лентаның ең төменгі жағында Қазақстанның картасы, одан жоғары алтын адам бар. Әр қарай ғұн империясының негізін қалаған Мөде қағанның хандарының бейнесі салынған. Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлының және Алаш көсемі Әлихан Бөкейханұлының суреті де осында орналасқан. Лентаны кеуденің сол жақ тұсына тағу керек. Жалпы бұл ұлттық құндылықтарды дәріптейтін 21-ші жоба. Бұған дейін қоғам белсенділері қазақ халқының мұрасы кітаптар сериясын және қазақ халқының күнтізбесін шығарған еді. Лентаны шығарудағы мақсат міндет өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, тарихымызды насихаттау. Бірінші ойға келген нәрсе тәуелсіздіктің бір символ болу керек деп ой қорыттық. Сосын осы символ қандай болу керек деген мағынада ойланып жүріп, осы лента дұрыс жаңағы кеудеге тағып шығады. Осы 16 желтоқсанға қарай осы лентаны тағып өзіміздің тәуелсіздігімізге бір құрметімізді білдірсек деген ниет туды.